19 ғасырдың аяғында патшалық Ресейде өнеркәсіп төңкерісі аяқталды. Империя экономикасының барлық саласында бу машиналары жетекші орынға шықты. Жаңа экономикаға жаңа мамандар қажет болды. Сондықтан патша үкіметі қол астындағы бұратана халықтардың да жоғары білім алуына кедергі келтіре алмады. 1890 жылы империя астанасы Санкт-Петербург қаласына Омбы техникалық училищесін өздік бітірген, қолында қазақ қауымдастығы берген 200 сом шәкіртақысы бар Әлихан Бөкейхан келеді. Сол тұста маркстік идеялар белең алған, төңкерісшіл жастардың үйірмелері көбейген Санкт-Петербордағы өзгерістерден ерекше белсенді Әлиханның сырт қалуы мүмкін емес еді. Оның өзі орыс билігіне қарсы төңкерісшіл зар заман дейтін әдеби топты ұйымдастырушылардың біріне айналады. Солшыл көзқарастағы студент Әлиханның белсенділігін патша полициясы ескерусіз қалдырмады. Санкт-Петербургтегі жоғарғы оқу орындарындағы жастардың арасында әріткі салу байқалады. Орман институтында әріткі салушылардың арасында 4-ші курс студенті Бөкейханов, Нұрмұхамедов, Әлихан сенімсіз тұлға боп табылады. Қазақ даласынан келген бозбала Орман институтын бітіріп, большевиктердің болашақ көсемі Ленинмен қатар Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне төтенше емтихан тапсырып, қосымша заңгер мамандығын алып шығады. Саяси үйірмелерге қатысып, қазақ даласына тарайтын газеттерге мақала жазып жүріп, орыс географиялық қоғамның Ресей жалпы географиялық сипаттама атты көп томдық еңбегінің қазақ даласына арналған бөлімдеріне автор болып үлгереді. Қазақ даласын зерттеуге арналған ғалым Щербинаның басқаруымен ұйымдастырылған тұңғыш ғылыми экспедицияның құрамында туған елінің бірқатар өлкесін аралап, Сахара халқының тұрмыс тіршілігі, жер қатынастары, мал шаруашылығына, шежіре тарихына қатысты бірнеше ғылыми еңбектерін жариялайды. Сол экспедициялардың құрамында қазақтың күнделікті тұрмыс тіршілігін, көшпелі, жартылай көшпелі шаруашылығын, мәдениетін, ұстанған салт дәстүрін зерттей келіп, марксизмнің уағыздамасының қазақ даласына ешбір тиіп қашты қатысы болмайтындығын, марксизм уағыздамасымен қазақ даласының тұрмысын, не жағдайын, жалпы келешегін анықтау мүмкін еместігіне көз жеткен. Сөйтіп Әлекең бір жағынан марксизмді білу, Әлекеңнің сол ұлт азаттық қозғалысының бағыт-бағдарын түзеуге, дұрыс жолға салуға қатты септігін тигізген баса айтып отыруымыз керек. Әлихан Бөкейханның студент кезінен Маркс еңбектерін терең білгендігі туралы большевиктердің Лениншіл гвардиясының сапында болған Василий Щелгуновтың естеліктерінде айтылады. Кейінірек 1926 жылы Әлихан Бөкейханды кезекті мәрте, тек бұл жолы кеңес үкіметі тұтқындаған уақытта осы Щелгуновтың көмегі тиеді. Әлекеңнің туған қызы Елизавета Қанимпаның жетектеуімен Сталиннің кабинетіне кіріп барып, бұл Сталиннің кабинетінің есігін теуіп ашып кіріп, «Әй, Коба, сен кімді тұтқындағанды білесің ба? Бұл кезінде бізді марксизмге үйреткен Бөкейханов, дереу босат» деп Сталинді Әлиханды босатуға мәжбүр еткен. Мұның бәрі кейін болды. Ал 1895 жылдары Әлихан Бөкейхан қазақ даласының жер жағдайы мен экономикасының өзегі, ауыл шаруашылығы мен жылқы, сиыр мен қойдың қазақ тұқымдарын егжей-тегжей зерттеумен болады. Қазақ даласына темір жол салу бастамасы көтерілгенде, шойын жол экономиканың күре тамыры екенін жақсы білетін жас экономист, патша үкіметінің қазақ даласымен өтетін Түрксіб жобасына қарсы шықты. Сібір темір жол салынып болғаннан кейін қазақ даласына келімсектердің қалай қаптап кеткенін ол жақсы білген. Келімсектердің келу лебін әр жыл қанша келімсек келген, қай аймаққа, қазақтың қай жеріне орналасқанын зерттеп бәрін қағазға тіркеп отырған. Бұл айтады, темір жолды түрлі мақсатпен салуға болады. Ең бастысы бұл темір жол салу, ол ең алдымен осы елді білімін таяз елді қанау үшін салынатын темір жол. Сосын Әлекеңнің оның астарында басқа идея, басқа мақсаты болды. Егер темір жол салатын болса, онда енді келімсектер Қазақстанның, Орта Азияның оңтүстік өлкелеріне қаптап кететін еді. 1894 жылы Омбы қаласына орманшының көмекшісі және математика пәнінің мұғалімі болып келгенде, Әлихан Бөкейханның Сахарадағы беделі жасы мен қызмет дәрежесінен әлде қайда үлкен еді. Жергілікті Степной край газетінің ең танымал авторы, 9 шет тілін білетін,
терең білім алған Әлихан Бөкейханның қазақ даласындағы әлеуметтік теңсіздікті жою, Сахарадағы мәдениет пен өркениетті дамыту, экономикалық мешеуліктен құтылу жолдары туралы жазғандары қазақ ойшылдары іздеп жүріп оқитын дүниеге айналды. Австралияның жері дейді, біздің қазақтың жеріне өте ұқсас, көбінесе шөлейт жерлер. Бірақ дейді, Австралияда малы көшіп қонып тұрмыс кешеді, халқы қалада күн көреді деп отыр. Әлекең бүкіл қазақтың бәрі сол малдың соңында жүруі, бұл адасқандық, қазір заман басқа деген уағыздама айтады. Аласапыран уақыттағы тынымсыз саяси күрестің бел ортасында жүрген Әлихан Бөкейхан қазақтың тарихын, этнографиясы мен әдебиетін зерттеуге де уақыт табады. Қозы-көрпеш Баян Сұлу, Ер Тарғын, Ер Сайын секілді халық ауыз әдебиетінің бірнеше үлгісін жинақтап, баспа бетіне шығарды. Қозы-көрпеш Баян біздің түрік баласының сүйген ертегісі. Норманға Фауст қандай болса, түрік баласына Қозы-көрпеш Баян сондай. 1904 жылы Абай дүниеден өтеді. Қазақтың бас ақыны туралы тұңғыш рет баспасөзге жарияланған Семипалатинский листок газетіндегі азанаманың авторы Әлихан Бөкейхан. Шын мәнінде Әлихан ең алғашқы Абай танушы. Ақын шығармаларын Санкт-Петерборда кітап боп шығуына мұрындық болған ол, Абай мұрасын қазақ халқы үшін ең құнды дүние деп бағалайды. Патша жандармдары өзін тұтқындағанда Абайдың қолжазбаларының қолды болып кетпеуіне алаңдайды. Менен тәркілеп алған заттардың ішінде ерекше құндысы аса ірі және құнды Абай қолжазбалары бар. Осы қолжазбаны жоғалтпай қайырып берулеріңізге өтінемін. Оның заттық құндылығы 5000 сом деген. Ал ол кезде бір жылқы 5 теңгенің мөлшерінде тұратын. Сонда Абайдың қолжазбасын Әлихан Бөкейхановтың қалай жоғары бағалаған өздерің түсіне беріңдер. 1905 жылғы Орыс-Жапон соғысы мен бірінші орыс төңкерісін Әлихан Омбыда қазақ даласындағы жер меншігінің ережесі туралы еңбегін жазу үстінде қарсы алады. Ұлт азаттық қозғалыстың теориялық негіздемелерін дайындауға кіріседі. Патшалық самодержавиеге қарсы Конституциялық демократия партиясының қатарына өтеді. Оның төңірегіне Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаев, Міржақып Дулатов, Айдархан Тұрлыбайұлы сынды озық ойлы қазақ зиялылары топтаса бастайды. Іс жүзінде бұл болашақ алаш қозғалысының іргетасы қаланған тұс деуге болады. Әлиханның саяси белсенділігі әрине елеусіз қалмады. Бөкейханға байланысты патша билігінің бақылауы күшейеді. Бөкейханов барлық митингтер мен петициялардың және үкіметке қарсы үгіт насихаттарды рухтандырушы және қырғыз қазақ даласындағы барлық діни саяси қозғалыстың ең басты ұйымдастырушысы әрі жетекшісі. Елдегі ахуалдың асқынғанынан Николай II бірінші мемлекеттік думаны шақыруға мәжбүр. Кадеттер партиясының атынан қазақ даласынан бір ауыздан сайланған адамның бірі Әлихан Бөкейхан. Саясаткер ретінде толысқан Әлихан, патша үкіметі құламай, қазақ елінің толық тәуелсіз бола алмайтын, жер, тіл, діл мәселесінің шешілмейтін, ал экономист ретінде демократиялық үлгідегі экономика құруға болмайтынын жақсы түсінеді. Мен Оралдан Алтайға дейін, Сібір темір жолы желісінен Омбыға дейін созылған кең даланы мекендеген 4 миллион қазақтың өкілімін. Қазақтың мұқтажы шашетектен. Алайда ең бастысы, ана тілінде емін-еркін сөйлесем, тіл бостандығы болса екен дейді бұл ұлт. Орыстандыру саясаты барлық жерде де бірыңғай нәтиже беруде. Қазақ тілінде бірде-бір газет шықпайды. Сол сияқты өз баспаханасы да жоқ. Мемлекеттік дума күшпен таратылғанда, Әлихан Бөкейхан әйгілі Выборг үндеуіне қол қойған соң, оны қуғындау басталды. Қысқа уақытта 3 рет түрмеге қамалып, ақырында 8 жылға Самара губерниясына саяси айдауға кетеді. Қуғында жүріп Әлихан бір мезетте Омич, Голос степи, Иртыш атты 3 бірдей газетті шығарып тұрады. Бұл Әлиханның болашақ қазақ мемлекетінің қандай бағытпен дамитынын айқындаған кезі. Алып, Ресей империясының алақандай Жапониямен соғыста жеңіліп қалғаны оған қатты әсер етті.
феодалдық соғындардың қарауындағы Жапония Орыс империясын жеңген ұлы күшке айналды 20 жылдың ішінде. Ол неге? Ол тәуелсіз ғылымға жүгінгендіктен. Ресей империясының барлық базарларында сатылатын ірімшік, сарыбай өнімдердің бәрі қайдан келеді? Швейцариядан келеді дейді. Аустралия қойының еті дейді 4 ай мұхит бетімен кемемен жүзіп келіп, бүгін Санкт-Петербургтың базарында сатылады дейді. Әлекең сондағы ойлаған ойы бүкіл Еуразия кеңістігін қазақ қойының, қазақ малының етімен қамтамасыз ету мүмкін деп санады. Елінің тарихына қатысты қолына түскен кітапты түгел тауысқан Әлихан Бөкейхан қазақ халқының Ресейдің отарына айналуына хандықтың 300-ге бөлініп, өзара жауласуы, билеушілердің бір-бірімен тартыста Ресеймен одақтас болуға ұмтылған саяси қателігі себепші деп санайды. Хан сұлтандардың ұрпағы ретінде қазақ халқының алдында тарихи қателікті түзеуге өзін міндетті санады. Хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. 1914 жылғы бірінші дүниежүзілік соғысты Әлихан мен оның серіктері тәуелсіз қазақ мемлекетін құруға берілген мүмкіндік ретінде қарастырды. Олар Ресейдің бұл соғыстан шықпауын және патшалық Ресей кірген Антантаның жеңісін тіледі. Өйткені бірінші дүниежүзілік соғыс басталар алдында мынау Ресеймен одақтас болған Антанта одағы Англия мен Ұлыбритания мен Франция солар өзара міндеттеме алған. Осы соғыс біздің пайдамызға, біздің жеңіспен аяқталатын болса, Еуропа, Азия кеңістігін, осы үш империяның қол астындағы кішігірім халықтарының барлығы да өзін өзі басқару құқына ие болады деп уәде берген. Самара айдауы кезінде дүниеге келген қазақ газеті іс жүзінде алаш идеясын қазаққа таратып қана қоймай, бойына сіңірген үн жарғыға айналды. Әлихан бастаған алаш зиялылары шығарған газеттің таралымы небәрі 2 жылдың ішінде 1915 жылы 8000 данаға жетті. Патша кезінде Петербордағы орталық газеттердің тиражының өзі 10 мыңнан аспағанын ескерсек, алаш идеясының дала халқына қаншалықты жақын болғанын байқауға болады. 1917 жылы қараша айында қазақ даласында бүкіл Ресей империясындағы, бұрынғы империясы кеңістігіндегі сияқты қазақ даласында бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына сайлау болды. Сол сайлауда қазақ даласында 3 партия сайлауға түсті. Ол большевиктердің, Жангелдин бастаған большевиктердің социал-демократтары, екінші Көлбай Тоғысов бастаған 300 партиясы, үшіншісі Алаш партиясы. Қараша айында болып өткен бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына болып өткен сайлаудың нәтижесі бойынша Жангелдин бастаған большевиктердің социал-демократтар партиясы, не 300 партиясы бірде-бір депутат өткізе алған жоқ. Оның есесіне Алаш партиясы, бүкіл халық мойындаған Алаш партиясы бүкіл ұсынған 43 депутатын өткізді. 1916 жылы соғыс мұқтажы үшін тылдағы қара жұмысқа қазақтардан 40 мың адам алу туралы патша жарлығына қарсы Сахараның әр жерінде көтеріліс бұрқ етті. Әлихан бастаған алаш зиялылары бұған қарсы шығады. Олардың уәжі біреу, көтерілісті желеу етіп, патша билігі қазақ даласын тағы да қанға бояйды. Жоңғар шапқыншылығынан кейін тағы да қазақтың ұлт ретінде жойылып кету қаупі тұрды. Әлихан шұғыл түрде көтеріліс басталған өңірлерді аралайды. Ол тыл жұмыстарына аттанған қазақтарға бас көз болу үшін олармен бірге кетеді. Жігіттер босқа қырылып қаласында олар жігіттеріңді майданға жіберіңдер. Олар майданға барып соғыспайды. Олар майданның тылында қара жұмыс атқарады. Бірақ майданда жүріп олар жаңа өмірді, басқа өмірді, бізден әлде қайда ілгері дамыған басқа қоғамды, басқа тұрмыс тіршілікті көреді. Сүздеріп көздері ашылады деп үгіт айтқан. 1917 жылғы ақпан төңкерісін тыл жұмыстарына аттанған қазақ жігіттерімен бірге Минскіде жүрген Әлихан Бөкейхан қуанышпен қарсы алады. Николай II тақтан бас тартуға мәжбүр. Алаш қайраткерлері қазақ елінен сүйінші сұрап жедел хат жолдайды. Азаттықтың таң атты, тілекке Құдай жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бұл күн теңелдік. Неше ғасырлардан бері жұрттың бәрін қорлықта, құлдықта ұстаған жауыз үкімет, өзгеге қазған оры өзіне шақын көр болып, қайтпас қара сапарға кетті.
Алайда жаңа биліктің де Ресейдің бодандағы елдерге тәуелсіздік беруді ойламайтынына көзі жеткен соң, Әлихан Бөкейхан жақтастарына қазақ даласында тәуелсіз мемлекет құратын кез жеткенін мәлімдейді. Тарих сахнасына Алаш партиясы шықты. 1917 жылдың бірнеше айында Алашорда үкіметін құру, жер-жерде оның саяси экономикалық бағдарламасын түсіндіруге бағытталған орасан зор іс атқарылды. Сол жылы жаңа күнтізбе бойынша желтоқсанның 25-інде Алаш автономиясының атқарушы жоғарғы билігі халық кеңесі құрылғанда, оның төрағалығына 3 үміткер ұсынылады. Олар Алаш партиясының жетекшісі Әлихан Бөкейхан, Санкт-Петербордағы шығыстану факультетін бітірген, екінші мемлекеттік думаның депутаты болған Бақыткерей Құрманұлы және Санкт-Петербордың заң факультетін бітірген қазақ даласындағы абыройы мықты адвокат Айдархан Тұрлыбайұлы. Қазақ даласында Әлиханға өзінің абыройымен, халық үшін күрескен жалынды күресімен, халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ешбір саясаткер болмаған. Сол себепті Әлихан сол жерге сайлауға жалғыз өтісуге болар еді, тағы да. Бірақ Әлиханның өз талабымен сол сайлауға 3 балама үміткер қатысты. Жаңадан құрылған Алаш автономиясы іс жүзінде президенттік парламенттік республика болды. Әлихан жас демократиялық мемлекет жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне арқа сүйеуі тиіс деп санады. Ең алдымен барлық жерде земство сайлану керек, сосын земство өз өкілдерін сайлап, жалпы қазақ парламент өкілдерін сайлайды, ал парламент жиналып, сол мемлекеттің басшысы президентті сайлайды. Жаңа мемлекеттің саяси экономикалық бағытынан бөлек, Әлиханды тәуелсіздікті қорғап қалу жағы мазалады. Өйткені Алашорда уақытша үкімет пен Ленин бастаған большевиктердің ортасында қалған еді. Ол үшін әскер қажет. Ресейдегі юнкерлер мектебімен әскери кадр дайындау бойынша келіссөздер жүргізеді. Уақытша үкіметтің одан кейін келетін большевиктердің шошытып алмайық деп, оны атты әскер немесе ұлттық армия, Алаш армиясы демей, атты милиция деп атаған. Жетісуда большевиктерге ойсырата соққы берген әскерлердің құрамында кім болды? Алаш автономиясының атты 2 полк болды. Алаш әскерін құру Әлихан Бөкейханның тікелей бақылауымен жүзеге асты. Әскерді жабдықтаудан бастап, оның дайындығына да Алаш үкіметінің басшысы қызу араласты. Обычно старая тетрадь, в клеточку, пожелтевшая. Лиза апай әкесі мен ұлынан қалған құжаттарды ақтарып отырғанда, менің назарымды сарғайып кеткен тор көз дәптер аударды. Оның беттерінде қарындашпен ерекше ұқыптылықпен әскери ұрыстардың сызбасы бейнеленген екен. Әскери карталардағыдай соққы жасалатын бағытты нұсқаған сызықтар, жер жағдайының шартты белгілері көрсетілген. Инженер ретінде бұл сызбаларды кәсіби білігі өте жоғары адам сызған деп айта аламын. Лиза апайдан дәптер туралы сұрағанымда әкемнің немересімен соғыс тактикасын ойнағанда жасағандары деді. Такой карандаш отточенный, профессиональный, там подписи с одной стороны, флаг стоял. 1917 жылғы қазан төңкерісі бұл қауіпті растады. Маркстік идеялармен жақсы таныс Әлихан Ульянов Ленин бастаған большевиктер социализм идеясын сатып кетті деп мәлімдейді. Оның ойынша, большевиктердің қанды қырғынға әкелетін әлеуметтік утопиясы әлеуметтік қасіретпен аяқталады. Большевиктердің төрағасы Ульянов Ленин Николай секілді өз еркінше билеп төстейді. Ульянов Ленин Николай секілді халықты сөз айталмайтын хайуанға санайды. Билікке келген большевиктер алғашқыда 5 миллионға жуық қазақ халқының басым бөлігі қолдаған Алаш үкіметімен санасуға мәжбүр. Ленин мен Сталин Алаш деп аталған Алашорданың астанасы Семей қаласына апта сайын телефон соғып, телеграфпен байланысып тұрды. Смахан төре естеліктерінің бірінде Сталиннің қоңырау шалғаны туралы жазады. Сталин сіздерді Қазақ автономиялық республикасының құрылғанымен құттықтаймын депті. Кеңес үкіметінің алашордалықтарымен келіссөз жүргізуге тырысқаны туралы баяндайды. То есть, чтобы прекратить эти все междоусобицы, это Смахан пишет. Әлихан Бөкейхан большевиктер билігін қолдамағанымен, қалыптасқан жағдайда олармен санасуға тура келетінін түсінеді. Енді ол бар күшті кеңес үкіметі әзірге келіссөзге көніп тұрған шақта, тез арада қазақ елінің шекарасын айқындауға жұмсайды. Әлиханның жетекшілігімен Алаш үкіметінің мүшелері большевиктермен талас тартысқа толы ауыр келіссөздер жүргізуге кірісті.
1918 жылы шілде айында Алашорда үкіметінің заңнамалық жарлықтарын қол қойғанда сол жерде жазатын бар. Алаш территориясы сол кезде патша үкіметіне қараған 9 облыс, бір губерния және Алтай өңірінің қазақтар топтасып тұратын бірнеше ауданы Алаш автономиясының меншікті жері. Сол меншікті жеріндегі жер бетіндегі жер қойнауындағы барлық байлығы Алаш халқының меншігі деп жариялайды. Сол 9 облысы, бір губерния, Алтай өңірінің бірнеше ауданы осы бүгін Қазақстанның жері. Кеңес билігі тәуелсіздікке ұмтылған Алаш қайраткерлерін, оның ішінде ел бір ауыздан қолдаған көшбасшысын бәрібір кешірмейтін Әлихан жақсы білді. Уақыт өте, большевиктер Алашорда мүшелерін шеттетіп, қыспаққа ала бастаған кезде де Әлихан жақтастарының шетелге кету ұсынысын қабылдамады. Өзгелерінің де туған жерді тастауына тыйым салды. Әлиханды Қызыл үкіметтің алғаш қудалауы 20 жылдардың басында басталды. Патша билігі отырғызған Семейдегі түрмеге екінші мәрте большевиктер жабады. Оның жағдайын білу үшін күн сайын жер-жерден адамдар келіп тұрды. Осыдан сабақ алған Сталин Әлиханды 1926 жылы екінші қайтара тұтқындағанда Мәскеуге алдыртады. Алаш көсемі өмірінің соңғы 10 жылын Кеңес үкіметінің астанасындағы Большой Кисловский переулок көшесіндегі 4-ші үйде өткізді. Мұнда онымен бірге қызы Елизавета және ұлы Сергей тұрды. Үй қамақта отырса да, Әлихан Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов сынды елде қалған Алаш азаматтарымен олар түрмеге жабылған кезде де байланысын үзбеді. Они собирали всегда посылки Байтұрсынову. Олар түрмедегі Ахмет Байтұрсынұлына сәлемдеме жолдап отырған. Үнемі тоқылған жылы қолғап, шұлық, іш киім және тоң май салады екен. Лиза апай әкесіне мұның өте қауіпті екенін айтқанда, Әлихан қызына біз өзімізге тиесілі емеспіз. Біз енді тарихтың еншісіндегі жандармыз деп жауап беріпті. Мы себе не принадлежим, мы принадлежим истории. 1937 жылы Сталин Әлихан Бөкейханның тағдырын түпкілікті шешті. Алаш көсемін тұтқындауға НКВД-ның сол кездегі бас комиссарының өзі келді. Говорит, он зашел. Лиза апайдың айтуынша, бөлмеге Ежов бастаған қызметкерлер кіріп келген. Лиза апай Ежовқа қарап, кәрі шалда нелерің бар? Тұтынбасаңдар, әне, мынаны алыңдар деп бауыры Сергейді көрсетеді. Ежов оған сөйлемеуді бұйырады. Әлихан қызына қарап, өзіңді, балаңды сақта, анда-мұнда жүгірме, одан ештеңе шықпайды. Бұл барса келместің сапары деп қоштасып кетіпті. Он говорит, ладно, молчи. Вот, и увели его. 1937 жылы қыркүйектің 27-сінде Бутырка түрмесіндегі сот қазақтардың буржуазиялық ұлтшыл қозғалысының көшбасшысы деп атаған 71 жастағы Әлихан Бөкейханды өлім жазасына кесті. Небәрі 15 минутқа созылған сот отырысында ұлт көсемі өзін кінәлі санамайтынын мәлімдеп, мен кеңес үкіметін жақсы көрмедім, бірақ мойындадым деді. Үкім сол күні орындалды. В Бутырской тюрьме туалет это всегда. Лиза апай әкесінен сол күйі хабар ала алмапты. Тек 1953 жылы Әлиханмен бірге отырған бір адам Бутырка түрмесінің қабырғасынан Лиза қайда деген жазуды көргенін айтыпты. Лиза апай әкесінің балаларының өлі тірісінде біле алмай кеткеніне қатты қамығады. Сомневаюсь, что это был отец, он беспокоился. Сталин жендеттері Әлихан Бөкейханның балаларына тиіспеді, бірақ олардың өмірі тордағы құстың жағдайымен бірдей еді. Жезқазған түрлі түсті металдар кен орнын ашқан Сергей Бөкейханов жұмбақ жағдайда Хакасияда өлді. Лиза Бөкейханова Сәдуақасованың жұбайы Смағұл Сәдуақасов та қуғын сүргін құрбаны болды. Ұлы соғыста қаза тапты. Нацистік Германиямен соғысқа қатысқан кеңестік демография ғылымының дамуына үлкен үлес қосқан қазақтың ғалым қызына өмірінің соңына дейін туған еліне келуге тыйым салды. Она все это разорвала и все. Елизавета Бөкейхан әкесінің құжаттарын жылап отырып, өз қолымен жыртып тастады. Неге бәрін құртып жатырсыз деп сұрағанымда, мен жыртпасам, ертең бәрібір басқалар жояды деді.
Ол кісі өмір бойы Мәскеуде жалғыз тұрды. Алматыға неге көшіп келмейсіз дегенімде, әй ақмақ қызай, мені кім жібереді дейсің? Барған күннің өзінде маған күн көрсетпейді ғой деп мұңаятын. Ол кісі әкесі туралы ешқашан ашылып айтпайтын. Сонда да әкесіне деген үлкен құрметті байқайтынмын. Жалпы, Бөкейхан тегіне жататын жандардың бәрі өмір бақи осы әулетке түскен ауыртпалықты арқалап өтті. Хорошо ко мне всегда относилась и говорит: неужели ты не понимаешь, что меня там разорвут в течение 2-3 месяцев? Алаш көсемінің күлі Мәскеудегі өзге халық жауларымен бірге Донской бейітіндегі ортақ бейітке жерленді. Әлихан Бөкейханның өмірі қазақ халқының мұң зарға толы, жаралы тағдырымен қоса өрілді. Бірақ саналы ғұмырын елінің азаттығына арнаған, тағдырын алаш идеясының, алаш жұртының жолына құрбан еткен Алаштың Әлиханның есімі, оның биік арман мұраты алаш туы астындағы қазақ елінің жүрегінде күн сөнгенше өшпек емес.